Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте жеңіл және пайдалы салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 дана қызылша керек болады. Және 2 дана сары алма міндетті түрде. И бізде дрель желания майонезі және де кукуруз қажет болады. Өте пайдалы және өте Осындай жеңіл салаттарды менің арнамнан көріп отырғыларыңыз келсе, подписация бөлігін басып және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен қайнатылған 3 қызылшамызды кубиктап турап аламыз. Қызылшаны қатты езіп пісірмейміз, сәл қаттылау кезінде алу керек, сонда дәмі жақсы болады салатыңыздың. Витаминге өте бай және гемоглобині төмен адамдарға әсіресе осы салатты жасап жеу керек. Үйдегі бар қолжетімді заттардан жасайсыздар. Міне қызылшамызды болдық. Алмамыздың сыртын ашып тастаймыз, өйткені үлкен кісілер болса, алманың қабығымен жей алмайтындай болады. Сол үшін мен қабығын ашып тастадым. Алманы да кубиктап турап аламыз. Содан кейін кукуруз саламыз. Кукурузды қатты көп салудың қажеттілігі жоқ. Мен жартысын ғана салдым. 2 алма осы салатқа жетеді. Бұл 10 адамға әрқайын жететін салат болады. Міне кукурузымызды салып, майонезімізді қосамыз да араластырып аламыз. Салатымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, бұйырса алдағы уақытта жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.